So hi children, how are you? The theme of our lesson is first conditional. Балалар, бізде бүгін first conditionalды еске түсіреміз. Ол бізде шартты сөйлем, қазақ тілінде шартты рай деп те айтасыңдар. Яғни ол бізге не үшін қажет? Ең алдымен оның құрылымына қарап алайық. Балалар, егер де бізде first conditional болатын болса, ең алдымен бізде if сөзі керек. Сонымен if ол бізде егерде. Және де сөйлем екіге бөлінеді. Мінекей, бірінші жартысы және екінші жартысы. Бірінші жартысында сөйлемдер бізде present simple-да болады. Яғни осы шақ. Ал сөйлемнің екінші бөлігі ол future simple, келер шақ. Яғни біз бірінші сөйлемнің бірінші жағына шарт қоямыз. If I study, егер де мен оқысам. I will pass my exams, мен емтиханымды тапсырамын. Яғни біз жаңа айтып кеттік, future simple ол бізде келер шақ. Яғни мен емтиханымды тапсыратын боламын. Яғни болашақта, алдағы уақытта. Демек, бірінші жарты бөлікте біз етістікті осы шаққа қоямыз. Екінші жақ бөлікте біз оны келер шаққа қоямыз. Кей кезде бізде сөйлемдер былай кездеседі. Present simple бар бөлігі, яғни if-тан басталатын жері сөйлемнің екінші жартысына кетеді. Future simple бөлігі, яғни екінші бөлігі керісінше басына келеді. Яғни мен емтиханды тапсырам, егер де мен оқысам. Бірақ балалар, егер де сөйлемде I емес, she болатын болса, онда етістікке S жұрнағы жалғанады. If he studies, he will pass his exams. Егер де ол оқыса сабағын, ол емтиханды тапсырады. Демек, мына жақта қандай есімдік болса да, келер шақтың көмейше етістігі өзгермейді. Сол жалғыз will қала береді. Осыны балалар естерінде сақтандыр. Қазіргі мен сендерге күнделік кезетке тапсырмалар берем осы first conditionalға байланысты. Ең алдымен осы видеоны екі қайтара тыңдап алыңдар.